Мен Орал қаласының нөмір 49-шы жалпы білім беретін мектебінде музыка пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Тілеумағамбетов Хасен Орынбасарұлы. Армысыздар асқақ абыройлы, қажымас жігерлі, көкбер мен қыран құсты пір тұтқан тек тұрпақтың рухты өкілдері. Заманы мен адамы қарқынды дамып қарыштап жатқан осынау алапат жаһанның даму үрдісі білім саласын, соның ішінде пәндерді меңгерту мен дағдыларды жетілдіруді де шеткері өтпек емес. Мега ақпарат пен цифрлық технологиялар басымдық алған уақытта өскелең ұрпақтың ойлау форматы мен қабылдау мүмкіндіктері тереңдеп күнделікті жаңалықтар мен жаңа ізденіс нәтижелерін талап етуде. Альфа ұрпақтан одан да жетік ойлау дағдыларына ие болып жатқан оқушыларымыз бүгінде қалта компьютерлер мен ғаламтор мүмкіндіктерін жақсы игерген. Осы орайда біздің ұлттық болмысымызды сақтай отырып, тарихымыз бен мәдениетіміздің құндылықтары негізінде инновациялық технологияларды көмегімен музыкалық мәдениетті, сауаттылықты жүйелі қалыптастыру, рухани дүниесі бай және жанның әсемдігі терең болашақ тұлғаларға қол жеткізу әр пән иесінің еңбегінің зор нәтижесі болмақ. Идеяның мақсаты музыка пәнін оқытуда инновациялық технологиялардың тиімді пайдалану арқылы оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру. Міндеттері: музыка пәнін меңгертудегі ұтымды инновациялық технологияларды анықтау. Инновациялық технологиялар көмегімен оқушылардың музыканы меңгерудегі жүйелі іс-әрекетін қалыптастыру. Ұлттық құндылықтарды сақтай отырып және технологиялардың көмегімен оқушылардың қызығушылығын арттыру, кәсіби бағдар беру, рухани әсемдікке тәрбиелеу көрсеткіштерін салыстырып, зерттеуді қорытындылау, ұсыныстар мен әдемілік жинақ жасақтау. Музыка пәнін оқытуда инновациялық технологиялар неге керек? Аспаптың көмегімен немесе аспапсыз ән орындатып өткізсе де не болады сол сабақта? Осы сауал әр мұғалімнің күнделікті кәсіби дамуы мен әдістемелік жетілуінің қозғаушы күші десе де болады. Біздің ойымызша, музыканың әр сабағы оқушының көңіліне қонып, есінде мәңгі қалатындай болу керек. 36 жылдық педагогикалық тәжірибемде әр сабақтан оқушы көтеріңкі көңіл күй, музыкалық сауат, үйлесімді ырғақ, жоғары қызығушылық және тәрбиелік мазмұнның шығуы керек. Осының бәрін жүзеге асыруда инновациялық технологиялар орасан зор міндет атқарады. Мысалы, сабақтың басында музыкалық амандасу, мотивациялық диалог ретінде өтсе, оқушылардың ауызша коммуникациясы, әдемі интонациясы, бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен оң көзқарасын қалыптасады. Біз бәріміз қандаймыз балалар? Музыканың әр сабағының міндеті элементтерінің бірі дауыс жаттықтыру. Бұл кезде компьютерлік аудиотехнологиялық көмегімен оқушылар нота әуендеріне сай дауыстарын келтіріп жаттығады. Әнді орындау сатысында музыкалық аспапта сүйемелдеу оқушылардың музыка қабылдауы, ілесуі мен дыбыстау қабілеттерін арттырады. Тақырыпқа сай әндерді орындау, үйрену және хормен айтуда олардың ұжымдық мәдениетке, дауысын басқаруға үйреніп, аспапта ойнауды меңгеруге деген қызығушылықтары артады.
ұсынылған бейнематериалдарды көру, тыңдау арқылы сабақ тақырыбының мақсатын бірлесіп анықтауда ғаламтор материалдарының рөлі ерекше. Заманға сай бейнені көре отырып, оқушы алдын ала қойылған сауалдарға жауап іздеп, өз пікірін білдіреді. Бұл өскелең тұлғаның ақпаратты сауатты қабылдау, тұжырым жасау және қорытындыға келу бірден бір себеп. Бірлік күні. Қазақстан халықтарының балалары. Айта бар. 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Өте дұрыс айтасыз. Отан қорғаушылар күні. Белсенді оқу іс-әрекетінде қызығушылықты қалыпты деңгейде ұстау және денсаулықты сақтау технологияларын жүзеге асырудағы маңызды құрал сергіту сәті. Осы кезеңдегі музыкалық нейрожаттығулар заманауи тренд және оқушыларға өте қызықты. Бұл жерде мидың жұмысы дененің 12 мүшесінің белсенділігімен қатар жүреді. Әр сабақта ұлттық мәдени, рухани құндылықта оқушының бойына сіңіре отырып, олардың музыкалық теориялық білімдерін қалыптастыру сабақтың танымдық мазмұнына қойылатын талаптарды жүзеге асырады. Сабақ тақырыбына сай көрнекіліктер, дыбыстаулар, интерактивті тапсырмалар, заманауи мультимедиялық панельдердің инновациялық мүмкіндіктері, тақтада музыкалық аспаптар мен атауларын, сазгерлер мен шығармаларын сәйкестендіру, дыбыс пен аспап суреттерін ажырату, ноталар мен олардың дыбысталуын суреттеу оқушыларды музыка әлеміне баурап, болашақта музыка саласына деген бетбұрыстарына бастау береді. Оқушылар тақтаны өздері қосып, тапсырмаларды еркін орындап, ғаламтор кеңістігінен немесе ұсынылған сілтеме бойынша тапсырмаларды орындап, әндерді караоке минус технологиялармен өз бетімен шырқай береді. Кейбір оқушылар музыкалық аранжировка саласына қызығушылығы артып, цифрлық бағдарламаларды қарастыра бастайды. Интерактивті бекіту тапсырмалары. Әр сабақтағы музыкалық танымдық іс-әрекетті сапалы қорытындылау, рефлексия жасап, кері байланыс орнату сабақтың логикалық аяқталуына қамтамасыз етеді. Осы кезде асық қоржындары, қорытынды сұхбат, жетістік ағашы сынды рефлексия әдістері сыни тұрғысынан ойлау технологиясын жүзеге асыру элементтері болып табылады. Назарларыңызға рахмет.